негізгі құқықтар, бостандықтар мен міндеттер бөлімінің жаңа атауы, онда көзделген ережелердің мәнін барынша толық көрсетеді. Ұсынылып отырған жаңашылдықтар, адам құқықтары мен бостандықтарының іске асырылуы мен қорғалу кепілдіктерін күшейтеді. Халықаралық жалпы танылған ұстанымдарды ескере отырып, олардың мазмұнын толықтырады. Сондай-ақ озық конституциялық тәжірибеге сүйене отырып, жеке тұлға міндеттерінің өзегін нақтылайды. Өмір сүру құқығының абсолюттілігі, адамға бағдарлану, оның жеке басына тиіспеу, Миранда ережелері бекітілді. Цифрлық дәуірде дербес деректерді қорғау, тұлғаның ар намысы мен қадір қасиетін құрметтеу, әлеуметтік құқықтар күшейтілді. Құқықтық айқындық қағидаты заңнама жүйесіне арқау болып қала бермек. Сайып келгенде бұл талаптар барлық субъектілердің құқықтық түсінігін және құқықтық қолдануын, қоғамның саяси, құқықтық, жалпы адамзаттық құндылықтар мен тұрақты дамуына санасын бейімдейді. Қазіргі уақытта 7-ші бөлімде сот төрелігінің қағидаттары ретінде қарастырылған кейбір ережелер осы бөлімге адам құқықтарының кепілдері ретінде ауыстырылып, дербес бапта біріктірілді. Сөз және шығармашылық бостандығы құқығы жаңаша сипатқа ие болып, оның жекелеген түрлері көрсетілді. Алғаш рет Конституцияда зияткерлік меншік ұғымы пайда болып отыр. Бұл құқықты толыққанды жүзеге асыру, демократиялық және құқықтық даму жолына түскен мемлекетте тұлғаның еркін дамуының бірден бір алғы шарты екені баршаға аян. Конституцияда неке және отбасы құндылықтары, қоршаған ортаны қорғау міндеті жаңа бір сипатқа ие болмақ. Жалпыға бірдей танылған халықаралық актілер мен дамыған елдердің конституцияларын ескере отырып, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын шектеу мақсаттары мен шектері нақты белгіленді. Бұндай шараларды енгізуде қажеттілік, мөлшерлестік, мемлекет, қоғам және адам мүдделерінің ақылға қонымды теңгерімін қамтамасыз ету маңыздылығы жаңа конституциялық мәтіннен анық көрінеді.